Бүгін біз қиярдан жасалатын лосьон мен маскаларды қарастырамыз. Жазда бет терісін ылғалдандырудың ең тиімді маскасы қиярдан жасалады. Жаз айларында бет күтіміне жұмсақ тазартатын және ылғалдандыратын маскаларды қолдануымыз керек. Оның үстіне бұл мезгілде әртүрлі жеміс-жидектер мен көкөністер қолымызда жеткілікті мөлшерде болады. Қиярдың 90% микроэлементтер мен дәрумендерге бай судан тұратындықтан, қиярдан жасалатын маскаларды күніге пайдалануға болады. Ең оңай маска салат жасау кезінде қиярдың қабығын тастаудан бұрын бетіңізге 10-15 минутқа қойып қойыңыз. Теріңізге балғындық сыйлап, майда әжімдерді тартады. Бетті ағартуда да қияр жақсы өнім. Майда үккіштен өткізіп, балмен араластырып, немесе бал орнына лимон сөлін қосуға да болады. Қоспаны бетіңізге жағып, 15 минуттан соң жуып тастайсыз. Енді беттегі майда бүртпелер үшін қияр лосьонын жасайық. Бір қиярды майда үккіштен өткізіп, стақанның немесе банканың жартысына дейін саламыз. Үстіне жарты стакан арақ құйып, 15 күнге қараңғы жерге қойып қоямыз. 15 күннен соң сүзіп алып, бірде-бір мөлшерде сумен араластырамыз. Күніне таңертең және кешке сүртуге болады. Көп қолданбау керек, өйткені теріні құрғатып жібереді. Қияр көз айналасындағы қарайған ісінулерді де басады. Ол үшін салқындау қиярдың тілігін көзге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бұны күнделікті жасауға болады. Себебі қияр көз шаршауын басады. Әжімдердің пайда болуының алдын алады. Қияр суының құрамында көздің көруіне оң ықпал ететін тиамин, витамин 6, кальций және магний бар. Құрғақ және сезімтал тері үшін қияр мен қаймақтан маска жасаймыз. Үккіштен өткізілген жарты қиярға бір ас қасық майлы қаймақты қосып жақсылап араластырамыз. Бетке 10-15 минутқа жағып, жылы сумен жуып тастаймыз. Бұл масканы күн ара жасауға болады. Ал майлы тері үшін қияр мен жұмыртқадан маска жасаймыз. Бір қиярды майда үккіштен немесе блендермен қоймалжың масса болғанша еземіз. Содан соң сөлін сығып аламыз. Ақуызды сарыуыздан бөліп алып, көпіршігенше ұрамыз. Қияр сөлі мен ақуызды қосып араластырып, бет терісіне 15 минутқа жағып қоямыз да, уақыт өткен соң жылы сумен жуып тастаймыз. Арнамыздағы басқа да пайдалы видеоларды қарап шығуға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.